одан сол мектеп кезінен бастап апайлар мені мойындамайтын, жақсы оқитынымды андай түсіргісі келіп, кемсіткісі келіп, мысалға бір тарихтан беретін апайым болған, атын айтпай ақ қояйын, сол сабаққа келген сайын менен сабақ сұрай беретін. Өйткені типа мені түсіргісі келетін. Сол апай ертең сен ОБТ-дан екі аласың деген сияқты, бірақ мен ОБТ-дан жақсы балл алып шықтым. Именно оның 5 қойып жүрген оқушылары сол кезде 3 алып 2 алып қалғаны бар. Оқушылар да сондай. Что там? Әдемі қыздар болады мектепте ше. Ана ешкім қолы жетпей жүріп, яғни 10 класстың балалары болады да, ана бұзық ше. Сол болу керек. Короче, мягко бәрі Деді, мойындағылары келмейтін, төбелеске шақыратын, бірақ мен сыңарым деп оларды ұратын. Сондай болған. Сонда да отличница болып шықтым. Химия пәнінен 135 мектеп үшін бірінші орын алдым. құтты болсын мектеп бітіруіңізбен бүгінгі. Рахмет. Сіздерге де құтты болсын. Рахмет. Ижира ханым, қазіргі болып жатқан махаббаттар алаңында бұндай жанжал болу қаншалықты дұрыс? Нұрғиса мен Аружанды айтып жатырсыз. Иә. Енді это норма, это нормально. Бұл жерде үлкен сезім бар. Оны көп адамдар түсіне бермейді. Бірақ мен өзім басына өткен. Осылай бай адам міне проектіде, Индира. Ең бай адам. Жаным. Мен сол үшін айтып жатырмын. Менде студент кезімде болды, осындай үлкен махаббат болды. Прям кәдімгідей ешкімді көрмейсің, сол адаммен 24/7 жүргің келеді. Ол махаббат рас. Аружанның көзден жас алатындай Нұрғисаның істеген іс-әрекеті дұрыс емес болсын да? Жоқ, Аружанда білесіз ба, не үшін ол қысым деп айтып жатқан. Өйткені Аружанның махаббаты дәл Нұрғисадай бірдей емес та, бірдей деңгейде емес. Егер Аружанда да дәл Нұрғиса сияқты махаббаты бір деңгейде болса, ол даже көзге көрінбес те еді. Рахмет, Индира ханым. Тағы да бір сәтті өткен әдемі эфир болды. Бүгін бір күшті тақырыпты талдап. Мен ойлаймын, бұл өмірде, бұл ғаламда барлығы жақсы болу керек. Барлығы сәтті болу керек. Ол болу үшін адам махаббат пен мейірімді бойынан өсіру керек. Мен қазір оқушыларымның 5 жылдығына жол тарттым. Маған сәттілік тілеп қойыңыздар.